Интеллектуалды мүмкіндіктері жоғары жастарға өз қабілеттеріне қарай саралап, инновациялық бағытта білім беруді қамтамасыз етуде басты инфрақұрылымдардың бірі мамандандырылған болашақ сарайы. Қосымша білім беру ордасының қабырғасы қаланғанына 1 жыл болғанына қарамастан, тамыры тереңге бойлайтын тарихтың негізі қаланып отыр. Бұл оқушылар мен студенттер сарайында негізгі екпін 5 бағытқа түсірілген. Жастар мен жасөспірімдерді үйлестіру бағыттары бойынша білімдерін жетілдіруге мүмкіндік алады. Сонымен қатар барлық балалар үшін тең мүмкіншілік жасау, тең қоғам қалыптастыру мақсатында болашақ сарайында ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға педагог, психолог, арт-терапия, дефектолог сияқты мамандары еңбек етеді. Бұл ортада оқушылар мен ата-аналар өздерін жайлы сезіну үшін барлық жағдай жасалған. Білім ордасының жобалық күші бір уақытта 1175 білім алушыға қарастырылған. 2 зәулім А және Б блоктарынан тұрады. А блогы оқушылардың шығармашылықпен, ғылыммен айналысуына арналса, Б блогы салауатты өмір салтын ұстану, спортпен айналысу үшін жабдықталған. Болашақ сарайын мүмкіндіктер мекені деп атауға болады, өйткені біз балаларға мүмкіндік сыйлаймыз. Яғни 114 үйірмеміз бар, баланың қызығушылығы бойынша өзіне үйірме таңдай алады. Балалар мен жасөспірімдер өзінің мектепте болсын, басқа білім ордаларында болсын, алып жатқан білімдерін тәжірибе жүзінде болашақ сарайында дамыта алады. Әрбір сайысқа, әрбір конкурсқа дайындалу үшін бізде жабдықталған 7 зертханамыз, 2 паркіміз бар, инновациялық. Яғни бұл жерлерде балалар өз білімдерін жаңа мен айтып кеткендей тәжірибе жүзінде бір зерттеу жұмыстарымен болсын, IT бағытында мысалы роботтехника болсын, оның барлығын біліп, қолымен ұстап, сезініп, яғни жұмыстарын өздері жасап, әртүрлі байқауларға, әртүрлі конкурстарға дайындалып, жүлделі орындар ала алады. Ең жоғарғы деңгейде тұрғызылған болашақ сарайында 114-тен астам үйірме бар. Және бұл үйірмеге 3000-нан астам білім алушы қатысады. Үйірмелердің бағыттарына байланысты оқушылардың жас ерекшеліктері 4 және 21 жас аралығын қамтиды. Дарынды баланың терең білім алуы да жалпы ақыл-ойының дамуына қолайлы жағдайлардың бірі олардың шығармашылық қабілетін дамыта білумен байланысты. Бұл жерде оқушылар мен студенттер топтарда би өнерін, сурет салуды, ән айтуды, қолданбалы өнер үйірмелерінде түрлі бұйымдарды қолдан жасауды, театр үйірмелерінде сахнада өнер көрсетуді, фото мен бейнебаяндарды түсіруді, жүргізушіліктің қыр-сырын үйренеді. Оқушылардың дүниетанымын кеңейтіп, ой-өрісін дамытуға көмектесетін құндылықтардың бірі ол кітап. Білімдерін жан-жақты дамытушы оқушыларға кітапхана жаңа заманауи технологиямен жабдықталған. Электронды кітапханадан кез келген мәліметті таба аласыз. Болашақ сарайында коворкинг орталығы бар. Балалар ақпаратты өздеріне тез әрі жылдам таба алады. Себебі оқырмандардың назарына сандық және дәстүрлі түрде әдебиеттер берілген. Сонымен қатар бізде оқуға құштар мектеп жобасы негізінде коворкинг орталығында жылдам оқу үйірмесі ашылды. Үйірменің ең басты мақсаты оқушыларды кітап оқуға баулу, кітап оқи отырып жылдамдықтарын арттыру. Үйірмелерге қатысушылар өздерін барлық жағынан сынауға, өздеріне ұнаған мамандықтарын тереңінен зерттеп оқуға мүмкіндіктері бар. Радио саласын, дыбыс жазу, сурет салу, түрлі көрмелерге, жарыстарға қатысып бақтарын сынаудың үлкен мүмкіндіктері осы мекемеде толығымен қарастырылған. Ғылыми интеллектуалды бағытындағы оқушылар теорияны іс жүзінде дәлелдеп, оны іске асыра алады. Экология саласында мәдени шығармашылық дамуға өздерінің жұмыстарын ұсынып, оны дәлелдеуге үйретеді. Жаңа технологияны пайдалана отырып, тұрмыстық қалдықтар мен пластикалық заттарға екінші өмір сыйлау барысымен танысады. Дені сау ұрпақ қалыптастыру үшін болашақ сарайында керемет спорттық алаң ұйымдастырылып, спорт бағытының негізгі түрлері үйретіледі. Оқушылар доп ойындарымен, күрес түрлерімен, шахмат, қазақтың ұлттық ойындары асық ату, тоғызқұмалақ, қазақша күрес сияқты спорт түрлерімен айналысып, бассейнге жүзу үйірмесіне баруға мүмкіншіліктері бар. Болашақ сарайы ашылғалы тәрбиеленушілеріміз елеулі жетістіктерге жетті. Олар өңірлік, облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі сайыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Алдағы уақытта өлкеміздің ұйытқысы болған болашақ сарайында балалар, жасөспірімдер мен жастардың жарқын болашағы үшін еңбектенуді жалғастыра бермек.